Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Алдымен сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Кәне оқушылар, 3 топ бар: мысық, алма, қыз. Кейіпкерлер тобына жалғанған келіп, мына жерден карточкаларымызды суырамыз. Тездетіп суырып, орнымызға отыра қояқ, топқа бөлініп. Мысық тобы мында отырамыз, мына бірінші столға. Алма тобы екінші столға, үшінші топ қыз. Яғни бұл Scratch программасының негізгі кейіпкерлері. Бастамас бұрын алдымен үй тапсырмасын сақтап алайық. Миға үй тапсырмасын жауап береміз, сұрақтарға жауап береміз. Кәне, үй тапсырмасына. Өткен аптада қандай сабақ өтіп едік, қандай тақырып өтіп едік? Кәне балалар, дайындалып аламыз. Дайын болдық па? Болды екен, кәне айта ғой. Тұрып, оқып бере ғой бірінші сұрағыңды. Иә, дұрыс. Сосын әдемі болу үшін қажет. Және келесі, екінші, қай топ дайын екен, кәне айта ғой. Сахнаны қалай өзгертеміз? Иә. Қалай өзгертеміз сахнаны, фонды? Фонға барамыз да фонды өзгертеміз. Дұрыс. Жарай, екінші топтан мультфильм құрастыратын программа. Сосын ертегі. Сосын? Дұрыс. Scratch ертегі мультфильм құрастыратын программа. Келесі үшінші тобымыз. Үшінші топтан кім дайын екен сұраққа? Кәне, үшінші топтан. Айта қойшы, Мардан. Сұрағымызды, даусымызды шығарып оқимыз. Не үшін қажет? Дұрыс. Адамдарды жүргізу, қозғалту, немесе Жүргіземіз, қозғалтамыз, билетеміз, да? Дұрыс, отыра ғой. Енді жаңа сабағымызды бастаймыз. Кәне оқушылар, жаңа сабағымыздың тақырыбы таққа енеміз. Мынау кімдер? адамдар. Адамдар. Бұны кім деп атаймыз? Спрайттар, кейіпкерлер деп атаймыз, да? Мұндағы кейіпкерлер адамдар. Өзіміз осы адамдарды әртүрлі анимацияға, мультфильмдер, ертегілер жасау үшін қолданамыз екен. Яғни жаңа сабағымыздың тақырыбы кейіпкерлер. Сабақтың мақсаты көрініс пен кейіпкердің айырмашылығын атай алады. Жобаға кейіпкерлерді қосу түрлерін білет, программалау ойын алаңында бірнеше кейіпкерлермен жұмыс істей алады. Ендеше жаңа сабағымызды бастап, келесі кейіпкерде отырамыз. Спрайт сөзі ойынды бағдарламауда қимыл қозғалыс, фигуралар мен сандарға қатысты жиі қолданылады. Scratch'тегі мысық жалғыз спрайт еместі, бірнеше кейіпкер бар ғой, да? Бірнеше кейіпкерлерді не істеуге болады? Бір ертегі жасағанда неше кейіпкер пайдалана аламыз? Көп кейіпкер пайдалана аламыз екен. Scratch'те мысықтан басқа, мысалы, мысықты қандай фондан, мына жерден, мына фоннан мысықтың кейіпкерін өзгерте алады екен бізде. Әртүрлі, мысалы, аңдар, жануарлар, мында спорттық, ән, музыка, сандар барлығын қоя алады екен біз. Ендеше кейіпкерді білеміз бе? Кейіпкердің мынау қандай неше түрлі жүріс-тұрысы бар, да? Костюмдері деп атаймыз, да, кейіпкердің. Не істеп жатыр бала? Екіншісінде жүгіріп баратыр, үшіншісінде, төртіншісінде, яғни бұл жерде кейіпкердің костюмдерін көрсетіп қойған. Көрініс деп отқанымыз білеміз ғой, да?
фонды ауыстыруға болады дедім. Фонды қандай жерден ауыстырамыз? Яғни мына сурет белгісінен ауыстырамыз да. Фонды, мысалы, бір фонды бірнеше фон қылып та ауыстыруға болады. Егер мана фон ауыстыру деген батырманы бассақ, фонды бірнеше фон қылып ауыстыра алады екенбіз. Кейіпкерді айналдыру дейді. Яғни кейіпкеріміз бар ғой, манағы 90 градусқа, 180 градусқа, 360 градусқа дейін айналады екен. Мысалы, мысығымызды, мана кейіпкерді, оның орнына мысалы жануарларымызды алсақ та, барлығы сағаттың бағытымен айналып отырады екен. Яғни айналу орталығы спрайттың орталығы болып табылады. Сағат тілімен және сағат тіліне қарсы айналады екен. Келесі Scratch программасында X игілік өсінен, көлденен және жоғары тігінен ортасына орналастырады. Егер X 200 болса, онда спрайт көлденен жақта және тігінен орталықта болады. Блоктарды білеміз ғода оқушылар. Ең бірінші блок басталған кезде, кез келген ертегіні, анимациямызды, мультфильмімізді бастайтын кезде нені бастаймыз бірінші? Бастау батырмасын басамыз. Жалаушасы бар, бастау батырмасын басамыз. Блоктар арқылы. Кәне, балалар, бүгінгі сабағымызды түсіндік пе? Кім қандай сұрақтары бар? Кейіпкер туралы қандай? Кейіпкер деп кімді айтамыз? Спрайт, кейіпкер, мысық. Мысық. Қандай кейіпкерлерді білеміз? Айтыңдаршы. Алма, сосын басқа да айта береміз. Қол көтереміз. Айтамыз, қол көтеріп айтамыз. Кәне оқушылар? Дұрыс. Міне, мысық тобы жақсы қатысып отыр сабаққа. Келесі. Тұрып айтамыз. Кімдер бар сосын кейіпкерлерден? Жануарлар. Отырағы келесі. Ойыншықтар. Жарайсыздар. Ендеше бірінші тапсырманы орындаймыз. Кәне, әр топтан 2 оқушы келіп, QR кодпен орындаймыз. Яғни жұптық жұмыс. Қай топ бірінші болды екен? Кәне, жұппен, қай жұп бірінші болды екен? Қайсы? Сахна көрсетілген фонға ауыстырылады. Дұрыс, жобаның басталуы үшін қолданылады. Нысанның қанша секунд күтетіндігі білдіреді. Нысан экран бетінде пайда болады. Көрсетілген уақыт бірлігінде. Дұрыс. Міне, жұбыңмен бірге қосылып бірге жасадыңыздар ма? Жарайсыздар. Келесі екінші топ, яғни бұларда тапсырмаларын жақсы орындаған, орынымен нысанның неше секунд екенін, тапсырмалардың бірінің астына бірін орындаған. Жақсы, жарайсыздар. Әр топқа жақсы орындаған жұптарға мынадай карточканы табыстаймын. Келесі тағы қай жұп болды екен? Қай жұп тапсырманы дұрыс орындады екен? Кәне? Орындағандарымыз бар ма? Қай жұп дұрыс орындады екен? Кәне? Болдың ба? Қайсы? Міне дұрыс. Міне бір-біріне сахнаны ысырып апарған дұрыс жауаптарын міне. Көрсетілген уақыт бірлігінде сөзді айтады, дұрыс. Нысан экран бетінде пайда болады. Сахна көрсетілген фонға ауыстырылады. Жобаның басталуы үшін қолданылады. Жарайсыздар. Дұрыс орындаған. Бұл топқа да бір карточка. Жақсы топ қатысып отқан топтарға бір карточкадан беріп отырам. Ең соңында сол топ мүшелері қай топ көп карточка жинайды, сол топ жақсы сабаққа қатысқан. Ендеше оқушылар, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырмада суреттер берілген, кейіпкерлерді атаймыз, яғни
сол осы кейіпкерлерімізді Scratch программасы арқылы компьютермен орындаймыз. Кәне, әр топқа бір-бірден берем. Көп қойыңды ал орында. Мұнда су асты көрінісі берілген, су асты көрінісі және қандай балық берілген. Сол балық су астындағы бейнесін, яғни анимациялық қозғалысқа келтіреміз. Балығымызды жүргіземіз, қозғалтамыз, судың астындағы. Дыбыс болса, дыбыс қосуға да болады, су астының дыбысы. Жарай ма, балалар? Ал тапсырмамызды орындаймыз. Орындап болдың ба? Енді дыбыс қосамыз. Кәне, дыбыс қос. Су астында қандай дыбыстар болады? Дыбыс блогына барып, дыбыс қосамыз. Жасай беріңдер. Су асты көрінісін аламыз, балықты аламыз. Қашан дейін? Акуланы алдың, жақсы. Фоның қандай фон? Иә, дұрыс. Иә. Иә. Сосын бұрылу стиліне мәнін беру. Яғни балығын қозғалды ма, экранын үлкейтші. Экранды үлкейтіп көрсетеміз, кәне болғандарымыз. Дұрыс, сұраққа жауап берді, екі сұраққа толық жауап берді, яғни кейіпкерді қозғалтты, теңіз асты көрінісін жасады, жарайсын. Ерасыл, келесі, тағы кім болды? Ал айтағы Рина болыпты. Кәне Зарина, қандай кейіпкер алдың? Кейіпкеріңді атай ғо? Иә, балық. Сосын, фонын? Қандай фон алдың? Иә, су асты фонын алыпты. Кәне, мұна нелеріңді, блоктарыңды оқи ғо. Қандай блоктарды қолдандың? Иә. Аштан қадамға жұмысу. Дұрыс. Шетте болса әрі итеру. Бір стиліне.
басуға қонған мәнін Дұрыс. Келесі айта ғой. Бірінші топтан. басуға алғанда әр Иә. Әрқашан әрқашан 10 қадам жылжу. жылжуы Сосын шетте болса Әр. әр үту итерілу. Қандай кейіпкерлер алдың? Мынау не зат? Қандай кейіпкер мынау? Аты не мынау? Шаян және Шаян және балық. Фоның қандай? Қандай фон мынау? Кәне фонымызды үлкейтіп көрсетеміз. Отырағы. Келесі екінші топтан, мысық тобынан. Мысық тобынан кім болды екен? Кім жасап болды? Апамен. Қайсы? Жасап болсақ, кәне айтып береміз. Қандай кейіпкер алдың? Кейіпкер алдың? 8 аяқ, иә. Сосын фоның қандай фон? теңізде Иә, теңіз асты көрінісі. Сосын қандай балық, иә. Айта ғой, қандай блоктарды қолданып көрдің? басылғанда әрқашан 10 қадамға жылжыту Иә. шетте болса әр Әрі итерілу. Жарайсың міне. Анық үлкейте ғой мынаны басып. Үлкейте ғой. Дұрыс жасаған. Өзі қосымша 8 аяқты қосып орындаған екен. Келесі үшінші топтан. Кәне кім болды екен? Қол көтеріп айта ғой. Қандай блок қолдандың? Қандай блок қолдандың? Иә, код деген баса ғой. Ал, қандай блок қолдандың? Иә, аты не? Кейіпкерінің аты кім? Айтшы, балық деп. Иә, қандай кейіпкер қолдандың? Блок қолдандың? Оқып айтып бере ғой. Басылғанда әрқашан 10 қадамға жылжу шетте болса әр итерілу Сосын дыбыс қостың ба? Дұрыс. бұрылу стиліне солға оңай Бұрылу, иә. Ендеше мына экранын үлкейте ғой басып. Экранды үлкейту үшін мынаны басасың. Су асты дыбысын дайындаған, яғни тапсырмасын өте жақсы орындаған, жарайсың. Мардан. Келесі тағы үшінші топтан, алма тобынан кәне тағы тапсырма орындап болғандар бар ма? Орындадың ба? Қозғалттың ба? Жарайсың міне. Кімде қозғалтыпты? Кәне қандай кейіпкер алдың? Айта ғой, кейіпкерлеріңді атай ғой. Балық, сосын айтшы. Балық, сосын краб алыпты да? Сосын фоның қандай фон? Иә, су асты фоны. Балалар 3 топта сабаққа жақсы атсалысқаны үшін 3 топқа да мынадай шарик беремін. Кәне, ендеше келесі тапсырмамызға. Тапсырманы барлығымыз мұқият орындап болса, бойымызды сергіту сәтімен жалғастырамыз. Кәне балалар, осы қимылды бәріміз орнымыздан тұрып, қайталаймыз. Кәне балалар, орнымыздан тұрамыз. Кәне, тіп-тіке барлығымыз
Оқушылар, ендеше келесі тапсырмамызды бастаймыз. Яғни жеке тапсырма орындаймыз кәне. Барлығыңа таратам. Орындай бер. Қай топ? Кәне қай топ болды екен? Кәне қыз тобынан сұрайық. Бірінші скретч бағдарламасында орында тапсырма кілт салу үшін сценарий жасаңыз. Ал не істедің бірінші? Мысықты қалай жүргіздің? Иә, сосын? Иә, дұрыс. Сосын? Иә, дұрыс, жарайсыздар. Міне, қыз тобы алғаш рет болған. Келесі екінші топ. Екінші топ қай топ болды екен? Кәне, екінші топ. Болдыңыздар ма? Жарайсыздар. Енді екінші топтың бағдарламасын қарайық. Тапсырма кілт салу үшін сценарий жасаңызды. Жарайсыздар. Бұлардікі де дұрыс. Міне, кілттері анық айқын шыққан. Келесі үшінші топ. Кәне, үшінші топ орындадыңыздар ма? Тапсырмамыз орнына мәресіне жетті ме? Кілтті салдық па? Дәне, дұрыс. Тапсырмамыз жақсы орындалған екен. Жарайсыздар балалар. Әр топқа бір-бірден жақсы орындағандарыңыз үшін мынадай шариктермен бағалаймын. Ендеше келесі тапсырмағымызға көшеміз. Төртінші жеке тапсырма. Компьютерімізбен жеке тапсырмаларды орындаймыз. Кейіпкерлермен ертегі құрастыру. Кәне балалар, кейіпкермен ертегі құрастырамыз. Әркім өз қалауынша қандай кейіпкерді ұнатасын? Қандай ертегілерді білеміз балалар? Бауырсақ ертегісі. Сосын қандай ертегі білеміз? Алдар көсе, дұрыс. Сосын? Кәне балалар, қай топ бірінші болды екен? Қай топ? Қайсы айта қойыңыздар? Кейіпкерлеріңіз қандай кейіпкер алдыңызда? Қандай кейіпкер пайдаландың? Қандай ертегі құрастырдың? Қандай ертегі құрастырдың? Аты кім мына ертегінің? Дұрыс. Бауырсақ ертегісін құрастырыпты. Жарайсың, дұрыс. Бұл да бауырсақ ертегісін құрастырыпты. Келесі, сен де бауырсақ ертегісін құрастырды. Жарайсыздар. Ертегі кейіпкерлері қозғалысқа енген. Сен не құрастырдың? Футбол алаңын құрастырыпты. Келесі, сен де футбол алаңын құрастырдың ба? Жарайсың. Келесі сен? Иә, мақтағыз бен мысық ертегісін құрастырыпты. Келесі, мақтағыз бен мысық ертегісін құрастырыпты. Келесі, қандай ертегі құрастырып атқан? Аю, ағай. Ерасыл бауырсақпен бауырсақ ертегісін құрастырыпты. Кәне, бауырсақ ертегісін құрастырыпты. Бауырсақ кіммен кездесіп тұр мына жерде? Аюмен. Иә, экранын үлкейтіп көрсете ғой. Қандай блок қолдандың бұған? Басылғанда әрқашан
Иә. оң жылжу, Иә. Сосын иә. шекте болса әрі итерілу, Иә, дұрыс. солға оңға мәнін Беру. беру. Иә, дұрыс. Жақсы, өте жақсы. Келесі тағы ертегі жасап болғандарымыз бар ма? Және қозғалысқа келтіреміз. Жарайсың. Мысық қыз тобындағы Ерасылға бірінші болған жақсы орындаған үшін тапсырманы бағалау парақшасын шаригімді беремін. Келесі қай топ болды екен? Мысық тобы, алма тобы. Кәне, кім болды екен тағы да? Айта ғой, кәне қыз тобынан айта бер. Иә. Жылжу. Қандай ертегі бұл? Мысық, иә. Мақта қыз бен мысық па? Құрастырған ертегің. Жарайсың. Өте жақсы құрастырған екен. Бағалау парағын беремін. Келесі тағы. Болдың ба? Айта ғой, алма тобындағы. Айта бер. Кәне, қандай ертегі құрастырдың? Қошқар мен теке. Иә, қошқар мен теке ертегісін құрастырыпты. Иә. Қандай кейіпкер блоктарды қолдандың? Басылғанда әрқашан оң қадамға жылжу, шекпе болса Әрі. итеру, ұрыс телі, М, теліне мәнін беру. Иә, дұрыс, даусыңды қатты шығар. Жарайсың. Саған да міне бағалау парағын беремін кәне. Шариктердің біреуін жақсы орындаған үшін алма тобы. Келесі алма тобындағы Мардан ертегі құрастырыпты. Кәне, қандай ертегі құрастырдың? Мақта қыз бен мысық ертегісі. Кәне, қандай блоктарды қолдандың? Кейіпкерлерді, иә. Мақта қыз. Сосын кейіпкеріңді аташы. Мысық. Иә, алма. Отыра ғой. Келесі. Тағы қандай кім құрастырды? Келесі. Келе ғой. Иә. Келесі. Айта ғой. Қандай ертегі құрастырдың? Аю туралы. Дұрыс. Ал қандай блоктарды қолдандың? Басылғанда әрқашан оң қадамға жылжу, Сосын. шекте болса әрі Итеру. Болды ма? бұрылу, Дұрыс. Айт, оқи бер. Стиліне. Оңға. оңға мәнін. Балалар, үй тапсырмасы. Үй тапсырмасына қиялыңдағы кейіпкерлерді сипаттау. Өзіміз үйден қиялыңда қандай кейіпкерлер жақсы көресіңдер, соны сипаттап келеміз. Сипаттауға дайындалып келеміз үйден. Түсіндік па? Балалар, енді оқушылар, келесі қорытындылаймыз енді. Сабағымызды қорытындыламас бұрын. Кәне балалар, қандай тақырып өттік бүгінгі сабақта? Иә, жарайсыздар. Ендеше мана барлық әр топтағы оқушыларды, сабаққа жақсы атсалысқан оқушыларды біз шариктермен бағаладық та. Ендеше қай топ, яғни қай 3 топ бар ғой бізде? Мысық тобы, қыз тобы және бала алма тобы. Сол 3 топтағы шариктерді санаймыз. Бірінші, қыз тобында 5 шарик бар екен. Жарайсыздар. Келесі, мысық тобында 4 шарик бар екен. Келесі, алма тобында
4 шарик бар екен. Енді ең жақсы сабаққа қатысқан топ қай топ екен сонда? Қыз топ екен. Енді бас бармақ арқылы сабақтың қалай түсінбегенімізді бейнелейміз. Барлығымыз қалай сабаққа қалай қатысқандарымызды осылай белгілейміз. Барлығын түсіндім, кәне енді түсініп келемін, түсінбей. Жарайсыздар. Сау болыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.